біз сіздермен свекольный рулет жасаймыз. Біздің свекольный рулетіміз осы жолы бір кішкене басқаша. Керегі бізге піскен свекла, творожный жаңағы сыр, пармезан тертый 50 грамм және 15 грамм кедровый орешки. Енді начинкасын жасайтын болсақ, біз бірінші творожный сырға пармезанымызды қосамыз және кедровый орешкиді қосамыз. Бұл кезде начинка болады, жақсылап тұрып араластырамыз. Енді міне араластырып алып, енді терка бізге мынандай слайсы керек. Егер де бұндай слайсы болмаса, сіздер овощерезкамен жасасаңыздар да болады. Енді мына теркадан, свекланы теркадан өткіземіз осылай. Бізге мынаусы керек. Ойна сынып қалды. Енді рулетімізді ораймыз. Ыдысымызға саламыз. Осындай свекольный бізде рулетики болады. Достар, міне қараңыздар, осындай рулет шықты. Енді кедровый орешкиді бетіне сеу жереміз. Астарыңыз дәмді болсын.